Ассалаумағалейкум армысыздар. Бүгін 26 желтоқсан. Күні кеше ғана 25 желтоқсан күні. Мына жерде қар жоқ еді. Аллахтың қалауымен қар жауып 10 сантиметрдей ғана жауған екен. Сол енді есіктің алдында қарды көріп, мына жерден үстіне тағы да қалыңдатып әкеліп тастап атқан жайымыз бар. Жылы жатсын дегенбіз ғой. Қардың астында жатса жылы болады, әрі тоңа қоймайды. Ертең күні бізде күн қайтадан жылып кетуі мүмкін. Жылып кетіп жатқан жағдайда мынау қарлар дұрыстап тастаса, қайға түсіп жатқанын қарап ерсе астына қарай ылғалданады деген сөз. Мына жерге теплицаның қаңқасын орнатамыз ғой деп, оған енді қар жауып кетті дағыны уақытша тоқтап қалды. Енді құдай қаласа ертең күн жылынып не жатса жасалынатын жер ғой. Шербақтардың, шылаушындардың несini өлшегенбіз, азында 12 градус болып тұр екен. Содан үстін қалыңдатайық, қар төсеп деп солай жасап жатқан жайымыз. Бізде жел жаман да, жел өтіп кетеді.